жұмыста өте иісі жағымсыз сулы тряпканың иісі шығатын кісі бар. Сулы тряпка. Тақтаның жанында мектепте болатын еді ғой сасық. Иә. Сондай тряпканың иісі шығады. Қандай жерде жұмыс істейсің сен? Оған енді сондай нәрсені қайтып айтып тастаса болады. Так, неше адам жұмыс істейсіңдер? 5-6 адам. 5-6 адамның қалған 4-еуі сенімен қоса иіс сезе ме әлде оларға нормально ма? Өзара сөйлесіп көрдік, негізі бәрі сезеді, бәрі айналып өтеді. Бірақ білмеймін, неге ешкім айта алмайтын. Ешкім мен сияқты батыл жетпейді. Уже потихоньку сенен де сасый бастады мысалға. Бүйтіп айтасың, кешір саған бірдеңе айтайын деп едім. Пиздец сасып жүрсің. Соны ренжімесең келесі жолы жуынып киім ауыстырып келесің бе? Сенің психологиялық проблемаң батылың жетпейді. Себебі сен тәрбиелі қазақтың қызысың. Либо сен бетке айтып тастайтын тәрбиелі қазақтың қызысың. Либо сен сасықты өмір сүретін тәрбиелі қазақтың қызысың. Екеуін қайсысын таңдайсың? Третьего не дано деп тұр ғой, короче. Айтқан дұрыс шығар, иә. Айтқан дұрыс. Егер де еще сен айтсаң, ана қалған 5 коллегаң бар ғой, солардың алдарында абыройың көтеріледі, короче. Бірақ андай айтып, өзің сынып, өзің жылап қуат па? Сен чмарить етіп жүрмесін ертең, байқа. Кейбір адамдар ше, өздерінің иістерін өздері білмейді. Кейбір адамдар кейде жайлап, сасып жүреді, өз иістеріне өздері мұрындары үйреніп кетеді. Жаңағындағы адамдар айтпай жүре береді олар. Оларға ертерек айтқан дұрыс, потому что обидно болады потом. Бля, сен негізі пиздец сасисың, бля. 3 ай болды айта алмай жүреміз десең, оған да больно болады, бля, айтпайсыңдар ма енді? Так что қазір айтсаң, ол адамға да пайдалы, саған да пайдалы. Мұрынның іштен қабыну саған зачем? Все, қошеметтеріңізді қойыңыздар.